Қайырлы күн достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге ИП-ның налогтарын төлейтін боламыз. ИПН налог және соцналог. Осылай Каспи приложениеге кіріп аласыздар. Платежи дегенді басасыздар, всені таңдайсыздар. Штрафи налоги бөлімін таңдайсыздар. Осы жерде платежи для ИП және налоги для ИП-ны таңдайсыздар. Осы жерде ең бірінші сіздер адрестеріңізді толтыратын боласыздар. Қай қалада орналасқан, қай районда орналасқан, соның барлығын. Бізде енді бірінші ИПН налогты таңдаймыз, КБК 101-202-ні таңдаймыз бірінші тұрғанды. Одан кейін райондарыңызды таңдайсыздар, ОГД-ларыңызды таңдап жібересіздер. Келесіде ИП-ңіздің атауын жазасыз және өздеріңіздің жеке кәсіпкердің иінін жазасыздар. Одан кейін төлейтін сумаңызды жібересіз. Солай оплата жібере берсеңіз болады. Енді бізде келесі социальный налогымызды төлейтін боламыз. Ол үшін дәл осылай налоги для ИП дегенді таңдайсыздар. Кейіннен ИП-ларыңыздың адрестерін жазатын боласыздар. Сосын бізде үшінші тұрған социальный налог 103-101 КБК номерлі. Сол социальный налогты таңдайсыздар да, ОГД номерлеріңізді тағы да таңдап аласыздар. Қандай районда орналасқанын. Және ИП-ңіздің атауын, иін, сумасын жазып төлей бересіздер.